Қайырлы таң, эфирде жаңалықтар. Студияда Нұрбиба Нұрланқызы. Бірінші мектептің ұстаздары мен оқушылары сіздерге 4-9 сәуір аралығында математика, физика, география, химия, информатика және биология пәндері бойынша жаңа Қазақстан техника мен білімді ұрпақтың заманатты апталықтың ашылуын хабарлаймыз. Апталықты өткізудегі мақсаты жаңа технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың пәндерге деген қызығушылықтарын арттыру және білімдерін тереңдету. Осы апталықта 5-10 сыныптарда ашық сабақтар және сабақтан тыс іс-шаралар өтеді. Ол туралы қазір әріптесім Қуаныш Нұрболатович толықтай хабарлайды. Осы апта шынымен де қызықты болуға отыр. 5-10 сыныптар аралығында ашық сабақтар, қызықты ойындар, түрлі сайыстар өтеді. Солардың кестесін алдарыңызға ұсынсам. 5 сәуір күні 9 А сыныбында кім ақылды атты қызық ойын жүргізіледі? Жауапты мұғалім Давлатчина Сәлима Васильевна. 6 сәуір күні 5 Б сыныбында пайыз, мәтін, есептерді шығару атты ашық сабақ өтеді. Жауапты мұғалім Канова Нұр Батырғалиевна. 6 сәуір күні информатика әлеміне саяхат атты сайыс өтеді. 5 А және 5 Б сыныптарында жауапты мұғалім Абсаликова Дидар Мейрамовна. 6 сәуір күні кинетикалық және потенциалдық энергия атты ашық сабақ өтеді. 7 Б сыныбында жауапты мұғалім Қошаева Айдана Ерлановна. 7 сәуір күні 10 А сыныбында алкендердің қосылу реакциялары атты ашық сабақ өткізіледі. Жауапты мұғалім Ермусина Гүлмайра Жұмабаева. 7 сәуір күні жас географтар сайысы 9 А және 9 Б сыныптар аралығында өтеді. Жауапты мұғалім Габдуллина Гүлдана Канатова. 7 сәуір күні гармондар атты интеллектуалды ойын өткізіледі. 8 А сыныбында жауапты мұғалім Рахимова Гүлжихан Ильяновна. 8 сәуір күні өлімдің күні жарық атты сабақтан тыс іс-шара өткізіледі. 8 А және 9 Б сыныптар аралығында жауапты мұғалімдер Сүлеймен Нұрбиба Нұрланқызы, Алибеков Қуаныш Нұрболатович. 8 сәуір күні 7 Б сыныбында математика алғыры атты интеллектуалдық ойын өткізіледі. Жауапты мұғалім Орынғазиевна Жазира Орынғазазасы. 8 сәуір күні геокруиз атты интеллектуалдық ойын өтеді. 9 А сыныбында жауапты мұғалім Кучукова Индира Курмангалиевна. Апталықта түрлі сайыстар, ашық сабақтар, қызықты викториналар өткізіледі. Тамашалап, белсенді ат салысып, өзімізді білімді жастар екенімізді көрсете білейік. Қош, сау болыңыздар.